Саламатсыңдар ма? Бүгін 144-ші сабақты өтеміз. Бұл сабақта ақиқат немесе жалған пікірлер құруды үйренеміз. Бірінші тапсырма. Мына сөйлемдердің қайсысы пікір болып табылады? Алдымен пікір дегеніміз не деген сұраққа жауап іздейік. Жалған немесе ақиқат екендігі туралы нақты айтуға болатын сөйлемді пікір деп атаймыз. Ал басқа кез келген сөйлем пікір болып табылмайды. Қандай шуақты күн? Бұл бізде лепті сөйлем. Бұл бізде пікір болмайды. 102 мен 4 сандарының көбейтіндісі 408-ге тең. Бұл пікір. Сіз табиғат аясында демалуды ұнатасыз ба? Сұраулы сөйлем, бұл бізде пікір болып табылмайды. Астана Қазақстан Республикасының бас қаласы. Пікір. 8 жұпсан. Пікір. Ай, жер серігі. Бұл да пікір. 3 және 5 сандарының қосындысы 8-ге тең. Бұл да пікір. Сіз театрға бардыңыз ба? Бұл да сұраулы сөйлем, бұл бізде пікір емес. Өтінемін, маған кітапты алып келіңізші. Бұл да пікір болып табылмайды. Екінші тапсырмада пікірлердің ақиқат немесе жалған екендігін анықта дейді. Бізде пікір дұрыс шындыққа жанасатын немесе қате болады. Ал дұрыс пікірлер математикада ақиқат деп аталады. Ал қате пікірлер жалған болады. Табиғат аясында демалғаннан кейін қоқыс заттарды шашып кетуге болады. Бұл бізде жалған. Табиғат аясында демалғанда спорттық ойындар ұйымдастыруға болмайды. Бұл да жалған. Табиғат аясында демалғанда домбырамен ән салуға болады. Бұл бізде ақиқат. Табиғат аясында демалғанда суға түсуге болмайды. Бұл жалған. Табиғат аясында демалғаннан кейін жаққан отты сөндіру қажет емес. Бұл жалған. Біз отты сөндіріп кетуіміз қажет. Табиғат аясында демалғанда балық аулауға болады. Бұл ақиқат. Табиғат аясында демалғанда суретке түсуге болмайды. Бұл болады. Жалған болады. Табиғат аясында демалғанда атпен серуендеуге болады. Ақиқат. Табиғат аясында демалғанда қайықпен серуендеуге болмайды. Бұл да жалған. Екінші тапсырмада берілген варианттардың жанына ақиқат немесе жалған пікірлер екендігін жазып қойдым. Үшінші тапсырма. Пікірлердің ақиқат немесе жалған екендігін анықта. Суретте табиғат аясында демалыс бейнеленген. Бұл ақиқат. Суретте отбасының ас үйде тамақтануы бейнеленген. Суретте ас үйде тамақтанғаны белгіленбеген. Бұл жалған. Суретте қыс мезгіліндегі отбасылық демалыс бейнеленген. Жалған. Суретте жаз мезгілі. Табиғат аясында отбасылық демалыс бейнеленген. Бұл ақиқат. Тапсырмасында өзің сурет бойынша ақиқат немесе жалған пікірлерді құрастыр. Суретке байланысты мен екі пікір құрастырдым. Біріншісі, суретте жаз мезгіліндегі отбасылық демалыс бейнеленген. Бұл бізде ақиқат болады. Суретте отбасының дәмханада тамақтануы бейнеленген. Бұл бізде жалған болады. Дәл осылай кез келген пікірлерді құрастыра аласыңдар. Төртінші тапсырма. Сыр мен Әлия топтағы оқушылардың табиғат аясында қалай демалғанды ұнататындарын сұрады. Олардың жауабын кестеге түсірді. Мына кестені пайдаланып біз ақиқат немесе жалған пікірлерді құрастыруымыз қажет. Бізде кестеде мына плюс белгілері бар, бұл бізде ақиқат. Ал белгіленбеген бос кестелер ол бізде жалған болады. Айша тауға шығуды ұнатады. Ақиқат болады. Айша гүл теруді ұнатады. Бұл жалған екен. Жандос жидек теруді ұнатады. Бұл жалған болады. Жандос балық аулауды ұнатады. Бұл ақиқат. Жандос гүл теруді ұнатады. Бұл жалған. Енді мына жақтан. Әмина атпен серуендегенді ұнатады. Бұл бізде ақиқат. Әмина гүл тергенді ұнатады. Бұл бізде ақиқат. Дәл осылай кез келген ақиқат немесе жалған пікірлерді құрастыра аламыз. Бесінші тапсырмада мына көбейтінділерді көбейткіштердің квадраты мен кубын айналдырып өрнектердің мәнін есептейміз. 7 көбейту 7 көбейту 7. Бұны біз санның дәрежесін жазу үшін, табу үшін алдымен негізгі көбейтіліп тұрған санды жазамыз. Және ол сан неше рет көбейтіліп тұр, соны дәрежесіне жазамыз. Мысалға, мұнда 7-ні жазамыз.
1, 2, 3 рет көбейтіліп тұр. 10 дәрежесіне жазамыз. Сонда 7-ні 3 рет көбейткен 7-ні кубына тең. Ол бізде 343-ке тең. 10-ды 2 рет көбейтсек, 10-ның квадраты болып оқылады. Ол 100-ге тең. 8-ді 3 рет көбейту 8-дің кубына тең. Ол 512-ге тең. Мына жақта 4 көбейту 4. Ол бізде 4-дің квадраты болады. 16-ға тең. 9 көбейту 9. Бұл бізде 9-ды 3 рет көбейтіп тұр. Ол 729-ға тең. 20 мен 20-ның көбейтіндісі 20-ның квадраты. Ол 400-ге тең. Тапсырмасында осы көбейткіштердің квадраты мен немесе кубын көбейтінділермен алмастырып, өрнектің мәнін есепте. Бізде кітапта берілген 7-ның кубы қосылған 457. 7-ның кубы дегеніміз 7-ні 3 рет көбейткенге тең. Оған қосамыз 457. Енді алдымен көбейту таңбаны орындаймыз. 7-ні 3 рет көбейту 343-ке тең. Алдыңғы мына есепке біз мәндерін есептедік қой. Сол жердегі мәндерді біз қолдана аламыз. Сонда екеуінің қосындысы 800-ге тең. 10-ның квадраты, ол бізде 10 көбейтілген 10 деп жеке жазып аламыз. 10-ның квадраты бізде 100-ге тең. 100-ге 671-ді қосақ 771. Дәл осы амалмен біз жаңа тапсырмасын орындадық қой. Енді соны керісінше айналдырып, міне осылай жазып шығамыз. Квадрат кубын санның көбейтіндісі ретінде жазып шықтық. Өз жауаптарыңды менің нұсқаммен салыстырыңдар. 6-шы тапсырма. Табиғат аясында демалушыларға арнап спорттық ойындар ұйымдастырылды. 36 адам волейбол ойнауға, ал футбол ойнауға одан 2 есе артық адам қатысты. Ал эстафеталық ойынға волейбол мен футболға қанша адам қатысты, эстафеталық ойынға сонша адам қатысты. Барлығы қанша адам? Соны анықтаймыз. Есепті шешу үшін біз 36-ны 2-ге көбейтеміз. 72. Өйткені есептің шартында 2 есе артық деп тұр. Бұл бізде футбол ойнаған адамдардың саны. 36-ға 72-ні қосамыз, яғни волейбол мен футбол ойнаған адамдардың санын. 108. Бұл бізде эстафетаға қатысқан адамдардың саны. Енді барлығын табу үшін волейболға қатысқан, футболға қатысқан, эстафеталық ойынға қатысқан адамдардың санын қосамыз. Сол кезде есептің жауабы спорттық ойындарға барлығы 216 адам қатысты. Жауабында нұсқасында табиғат аясындағы демалыс орталығында 250 адам демалып жүр. Олардың 86-сы тауға өрмелеумен, одан 2 есе кем адам мына атпен серуендеді. Ал қалғаны жаяу шықты. Осы жаяу шыққан адамдардың санын анықтау керек. Есепті шешу үшін 86-ны 2-ге бөлеміз. 43. Бұл бізде атпен серуендеген адамдардың саны. Енді жаяу шыққан адамдардың санын табу үшін 256-дан, яғни барлық адамдардың санынан азайтамыз тауға шыққан адамдардың санын және атпен серуендеген адамдардың санын. 121. Есептің жауабы 121 адам жаяу шықты. 7-ші тапсырма. Бірінші теңдеуді жазып аламыз берілген. Енді теңдеуді шешуге кірсек, 4-ті 6-ға көбейтеміз. 24. 148-ден 52-ні азайтамыз. 96. X тең 96-ның өзін жазамыз. 24 теңдіктің мына жағында көбейту болса, мына бетке бөлу амалы болып өтеді. Сонда 94-ге 96-ны 24-ге бөлеміз. Сонда 4 шығады екен. Мына X-тің жауабы 4 шықты. Оны мұнда орнына алып барып қоямыз. Сонда 96-да 96 теңдеу дұрыс шықты. Екінші теңдеуімізде алдымен сандарды бөлек шешіп аламыз. 5-ті 7-ге көбейтеміз. 35, 36-ны 18-ге бөлеміз. 2 y тең 2-ні жазамыз. 35 мұнда бөлу амалы. Теңдіктің мына бетіне көбейту болып өтеді. Сонда екеуінің көбейтіндісі 70-ті береді. 70-ті y-тің орнына алып барып қоямыз. Сонда 2 тең 2-ге. Теңдеу дұрыс шықты. 8-ші тапсырмада бізде қорапта 7 шар бар, міне. 3-еуі көк, 4-еуі қызыл. Қорапқа қарамай тұрып, арасында кем дегенде бір қызыл шар болу үшін неше шар алуымыз қажет? Алдымен біз қорапқа шарларды алған кезде көк түсті шарлардың сандарын азайтып тастаймыз. Яғни қораптан бір шар аламыз, ол көк болуы мүмкін. Тағы шар аламыз, ол да көк. Тағы бір шар аламыз, ол да көк болып шығуы мүмкін. 4-ші рет алған кезде оның бірі қызыл шар болады. Сонда есептің жауабы 4 шар алу қажет. Болды, есебіміз шықты.
Барлық есептер шықты. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.